Бұл сабағымыз пирамида тақырыбына арналады. Жалпы пирамида көп жақтардың бір түрі болып табылады. Оның ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, пирамидада бір ғана төбе болады. Одан кейін табаны болады. Табаны үш бұрышты, төрт бұрышты, төрт бұрыш, бес бұрыш болуына байланысты үш бұрышты пирамида, төрт бұрышты, бес бұрышты пирамида деп атала береді. Одан кейін бұның бүйір жақтары үш бұрыш болады. Одан кейін төбесіне мына табан жазықтығына түсірілген перпендикуляр пирамиданың биіктігі деп аталады. Сонымен қатар пирамидалардың түрлері бар. Дұрыс пирамида деп атайды, тетраэдр деп атайды. Дұрыс пирамида дегеніміз ол табаны дұрыс көп бұрыш болатын және де биіктігі табанының ортасы арқылы өтетін пирамиданы айтамыз. Одан кейін дұрыс пирамидаларда бүйір қырлары тең болады. Сондықтан ондағы бүйіріндегі мына үш бұрыштар тең бүйірлі үш бұрыштар болып табылады. Енді төбесінен сондай дұрыс пирамидаларда төбесінен табан қабырғасына түсірілген биіктік пирамиданың апофемасы деп аталады. Дұрыс пирамидалар үшін бүйір бетінің ауданын табу үшін мына формуланы қолданамыз. Мұндағы P дегеніміз табандағы қабырғалардың периметрі. Яғни үш бұрыш болатын болса, үш қабырғасының қосындысы деген сөз. Пирамиданың келесі бір түрі тетраэдр деп аталады. Тетраэдр дегеніміз барлық қабырғалары тең үш бұрышты пирамиданы айтамыз. Ол мына суретте көрсетіліп тұр. Мұның қасиеттеріне келетін болсақ, мұнда төрт жақ болады және де 6 қырдан тұрады. Егер де тетраэдрдің қыры берілетін болса, оның бетінің ауданын, көлемін табу не болмаса, іштей және сырттай сызылған шарлардың радиустарын табу оңайға соғады. Ол мына формулаларда көрсетілген. Енді қиық пирамидаларға тоқталатын болсақ, жалпы пирамиданы табанына параллель жазықтықпен қиятын болсақ, онда қиық пирамида шығады. Қиық пирамиданың кәдімгі пирамидадан ерекшелігі, оның мына бүйір жақтары трапеция болады. Сонымен қатар мұның екі табаны болады. Одан кейін бұның көлемін табу үшін осы екі табандарының аудандарын да пайдаланады. Енді пирамидаға байланысты бір-екі есепті шығарып көрсетейік. Бірінші есеп. Төрт бұрышты пирамиданың табан қабырғалары 3 және 5 болатын тік төрт бұрыш. Ал биіктігі 4-ке тең. Пирамиданың көлемін табыңыз дейді. Бірінші көлемін табу формуласын жазып алайық. Ол тең болады 3-тен 1 көбейтілген табанның ауданы және биіктігі. Бізге биіктігі белгілі 4-ке тең дейді. Биіктігі мұнаралық. Енді бізге табанның ауданын табу керек. Табаны тік төрт бұрыш дейді және қабырғасы 3 және 5-ке тең дейді. Тік төрт бұрыштың ауданын табу үшін екі қабырғасын көбейтеміз. Яғни 15-ке тең дейді. Енді орнына қойсақ 3-тен 1 көбейтілген 15 көбейтілген биіктігі 4-ке тең. Қысқартамыз 5 тең 20. Яғни пирамиданың көлемі 20-ға тең.